Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін еш қиындықсыз, қолжетімді өнімдерден және отбасыңызды, жақындарыңызды расымен таң қалдыратын қаймақтан жасалатын, яғни сметанник пирогын көрсетемін. Әрбіріңіздің қолынан келетініне күмәнім жоқ, әрі өте жылдам әзірленеді. Міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыз. Өнімдердің пропорциясы осы видеоның астындағы сипаттамада да көрсетілген. 230 грамм ұнға тоңазытқыштан шыққан салқын 140 грамм сары майымызды қосып, екеуін біріктіреміз. Осылайша үгіндіге айналу қажет. Үстінен салқын 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, шым-шым тұз және 1 шай қасық қопсытқышты қосып араластырамыз. Достар, қолдауларыңыз мені өте қуантады. Сондықтан видеома лайк басып, келесі видео рецепттерінде өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көп араластырудың, илеудің қажеті жоқ. Кішкене біріксе болды, тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. Өзімде уақыт тығыз болғандықтан тоңазытқышқа салып үлгермедім. Сондықтан пісіруге арналған табаға пергамент қағазын төсеп, бірден формасын келтіре бастадым. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Шамамен 70% астына, 30% шет-шеттеріне қалдырамыз. Осылайша қолмен біркелкі етіп жайып шығамыз. Стаканның көмегімен басып шықсаңыз болады. Осындай кескішпен немесе қасықпен жан-жақтарын тегістеп шығуымыз қажет. Шанышқымен астын тесіп, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Шұңғыл ыдысқа 500 грамм 20% қаймақ, 3 жұмыртқа, 100 грамм қант ұнтағын, 10 грамм ванильді қант және 60 грамм жүгері крахмалын қосып жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырды алып шығып, салмамызды үстінен құямыз. градуста қызып тұрған пешке 35-40 минутқа жібереміз. Пирог піскеннен кейін бірден алып шықпай, пештің ішінде 30-40 минут суығанша қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін бөлме температурасында суытып, тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағатқа жібересіз. Достар, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Дәмі расымен тіл үйіреді. Отбасыңызға қатты ұнайды деген сенімдемін. Және түріне қарап, дәмін татып, қолжетімді ингредиенттерден тұратынына сену қиын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Аман, сау болыңыздар.